Aslı piraşki tandır. 5 жасар 1 миллион теңгесі. Саудасы бар. Арыстікі. 5 жасар дейді мұны. Көкбарға әлі түспеген. Сарыағаштікі. Бағасы 1 миллион 200 мың дейді. 700 956 84-96. Бордақлар союға. Кеп қалған 600 мың 500 мың дейді. 200 мың теңге. Боталар. Сейміз құнамдар. 800 мың теңге. Саудасы бар, сұрап тұр. 800 мың теңге саудасы бар. 480 миллион бордақтайлар. 1,5 миллион теңге. Айғырлы. Мен қазір бақа беріп жарты сағат түрге беріп теңге таппаймын мен, 1000 теңге тақсыр. Қайсыға сауда отыр? Қаншаға сұрып отыр? 305-ке сауда отыр екен набие. 811-дегі КамАЗ тұран енді әлі тұрады. 680 мың қолында 5 атылды сауынды. Жақсы кетті. 220-дан дедім, 40-тан дедім. 240-тан дедім. Үшеуін бір жайдан алатын болсаң 200-ден бередім. 300 мыңға кетті байтал. 150 мың, 180 мың жабағылар. 220 мың қалған жабағы. Тау деген жабағылар 200 мың дейді. Саудасы бар. 170 мың қасындағылар. Жабағылар үйге асырағанға, мына жоңышқамен немен кебекпен күн көріп кетеді. Дендері сау. 170 мыңды айтып тұр. Саудасы бар. 4 бас, тағы 5 басы бар. Темірланнан. Өздеріңізге жақын жер болса хабарлассаңыздар болады. Нөмірді айтып жібер. 705 374 44 12. Есімің? Ержан. Есімі Ержан. Мұқылындар. 440 мың борда. Сойыға дайын. 154 мыңнан кетіпті ма екеуі. Әдемі. Жабағылардың жағдайы жақсы. Енді 4 түлік малды мал табу сайты арқылы кредитке сатуға немесе сатып алуға болады. Мал табу сайты екінші деңгейлі КМФ банкімен бірлесіп 4 түлік малды, ауыл шаруашылық техникаларын, құрал жабдықтарды банк арқылы сату және сатып алу мүмкіндігін іске қосты. Яғни 3-6-12 айға қалаған малыңызды, затыңызды кредитқа сатып ала аласыз. Біріншіден, мал табу сайтында қалаған 4 түлігіңізді таңдайсыз. Хабарламаның астында өтініш қалдыру батырмасын басып, өтінішті толтырасыз. Екіншіден, қаржылық ұйым рұқсат берсе болды, мал сіздікі. Бірақ ай сайынғы төлемді кешіктірмеген жөн. Үшіншіден, сатушы тек мал табу сайтына тегін хабарлама беру керек. Солай бағасы 150 мың теңгеден жоғары барлық өнімді КМФ банк арқылы сата аласыз. Аталған заманауи шешім 4 түлік малды тікелей және оңай саудалауға, сондай-ақ малыңызды өсіріп, шаруашылығыңызды дамытуды айтарлықтай жеңілдетуге мүмкіндік береді. Мал табу сайты тек сіздер үшін 24 сағат жұмыс. Farqa kel, eski atı varaqalaş, aynanay. Aldın olsa 1 миллион 400 мың болды екеуі. Дайын сойылы. Мына ұрға 70 мың болды. 200-ден кетті қалашлар. Бордағы. Еміра? 75 мыңнан. Таналар ұнан. 140 мыңнан саудасы бар екен. 150 мың саудасы бар, шуасы өтті. 150 мың. Зауымен 285 мың қаптымасы еді, жақсы еді. 220 мың екен буаз сиыр. Жақында туады, көктемде туады, түсіп береді екен. 200-ге 95-ке бермей жатырмын. 205-ке сауда қылып кетті, қазір келдік кетті. 205-ке сауда қылып кетті. 400 мың.
Нешті туған? 5-ші тумай екен. 420 дейді. Желін жақсы екен. Жақсы туатын сиырлардың бірі сияқты. Боз ба тақ? Болды, саудаңызды берсін. 315 мың кетті сауын сиыр. Сүтті сиыр мұны кейін. Неше литр сүт береді? 15 литр сүт береді. 700 мың теңге дейді бағасы. 380 мың теңге. Екінші тума саудасы бар. Жергілікті мына. 6 ай тұрды дейді. Жемде. 400-ден жолын сыйлап берем дейді. 500 мыңнан сұрап тұр. 6 ай тұрған бордақылар. Егден асқандар мұны. 45 мың бұзау. Семіз тоқтыны 42 мың ал. Үстімдегі жүнін 40 бастапты ғой. 55 мыңнан тоқтылар. Мартта жасына шыға ма көке? Тоқтылар 35 мың сатып отыр. Шаруа тоқтылар 35 дейді. Бағасы 60 мыңнан сауықтар. Жаппайға 55 дейді. Жақсы ұзын-ұзын қазақ қойлар екен. 35 мың теңге. Тоғыштекілер. 400 мың. Жоқ. 400 ғой бәрі бір ғой. Бәрі 400 екен мінеке. Үйде тұрған қошқарлыққа таңдап алсаңыздар болады. 130 мың ба? 130 бағасы. Кесер мұны. Ұзын-ұзындары бар екен ішінде. Аға керек адамдар болып қалса нөміріңізді дейді. Айтып өңіз. 747 747 767 767 0555 0555 есіміңіз? Сұлтан деген. Сұлтан ағамыз. Коммунизмдікі дейді. Бұлар қозы ғой, ә? Ұрғаш еркек. Еркек. 40 мың теңге де. Коммунизмдікі өз жердікі Чимкентте. Сауықтар 40-тан деп отырмын, тағы түсіп беремін. Саудасы бар, е? Ар жақта қошқар. Ар жақта қисары қошқар әлі қозы. Бірде жармаған қозы түсі әлі сүт. Оны 110 мың деп отырмын. Декабрьскейді бұлтырға, е? Ар жағындағы арашан 130 мың. Ол ектіс. Бордақларың? Бордақлар 70-тен деп отырмын. Саудасы бар, е? Арпа мен бидай жеп. Қанша уақыт тұрды? 3 айдан асты. 3 айдан асты. Саудаңды берсін. Ісің алға баса берсін, рахмет. Тоқуанайын ғой. Қозылы ғой 60 мың теңге. Қойдың жағдайы жақсы. Қаншаға кетті? Соңын, брат, қойсын. Нешті бар? 1000 теңге талас соп тұр ғой. Қанша дәресі қошқарларын? Мына жақта сауда болып отыр. 78 мыңнан ал дейді, 77-тен бер дейді бірінші. Аларды ма? 14 бос. 78 мыңнан ал дейді, 77-нан бер деп 1000 теңгеге таласы болады ма? Енді сауда ғой. Қайсысы береді, қазір берекесі болады деп құдай қосы. Сен кемес ба олар? Жоқ, мен кемес олар. Алматы. Неше жүздер? 400. 400 қошқарлар бар. 77 мыңнан сауда болады. Бүтінен аватыр бордақ тоқылар. Еркек 55-те бордақ қойлар. Үйде қанша отыр? Үйде мынадан 22 бар. 22 басы бар екен. Қошқарданшы? Қошқардан 40-тай бар. Қошқардан 40 бас бар. Жазда арзан кезде алып қоясыз, ә? Жоқ, өзіміздің малдар ғой. Ал мынау өздеріңізден шығады. Өзімізге. Егер сатып алып бордақлайтын болсаң, пайда жоқ, дұрыс па? Неге жоқ, бар ғой. Жоқ, малды сатып аласың, мысалы қойларды. Бар ғой да. Пайда бар ма? Әрине. Шаруа көкеміз. Малда жүргеніңізге қанша уақыт болды? Көп болды, жүрген. Мен базардан сатып алатын болсаң, жаңағы жайылымның шаруа малды сатып алу керек. Иә.
сосын үйге апарып қоясың. Қай уақытта тиімді сатып алған? Ошым шілде өткеннен кейін ғой. Шілде өткеннен кейін сатып алуға болады, арзанда болады. Арзанда болады. Сосын қысымен бордақылап, қысқымен осындай уақыттарда базарға шығарып, етке өткізіп, тірлігіңді жасайсың дейсің. Жасай бер, иә. Қанша жылдан бері көкеміз шаруада жүр? Біраз ақыл кеңес сұрағам. 9-дан бері жүрмін. Сауданың жүре берсін аға. Егер жаңағыдай кәрі қойларға тап болсаңыз қайтесіз? Майды жарма жем? Болмайды. Олағаннан амай-ақ қойын. Еті де қатты бола ма? Еті болады, неге? Көбірек қайнатып болады ғой. Бұл дәу қойдың бір жақсы жері, бұның еттері шөкпейді да. Көп адам білмейді. Қошқар. Бұл тоқтаушаларың бар ма? Ертең тұзды алдын ағаны еті шөгет табады, кіп-кішкентай. Мына шөкпейді. Болды. Білетін адамдар осыны алады, дәу қой алады да. Қошқардан көрі, мынандай ұрғашы қойдан еті де тәтті болады. Конечно, тәтті. Ұрғашы тәтті болады. Ананы көйге қайдырмен. Еті ұрғашы қойдың еті тәтті болады екен, қошқардан қарағанда. Практически ғой енді бұл кісілердікі. Дәлелденген жаңағыдай. Әбден неғын ғой. Жақсы аға. Бізден үйден тап кетеді. Бордақ тоқтылар. Жақсынан табатын. 50 мың дейді. Көке үйде қанша ұстайсыз? 70-тен кем бар. Шырағым, мынау тіршіліктің тыңдап көр қоңыр күйін, адам түгіл тозады темір бұйым. Тұрмыспенен өмірді шатастырма, тұрмыс жеңіл болғанмен өмір қиын дейді Қадыр. Мына тіршілік қазір өте күрделі болып кетті. Бір қарағанда мал бір пайдалы қылды. Ал енді малдың оның түбіне жетіп, одан пайда көріп отырғандар некен сияқты деп ойлаймын. Егер 300 мал, 500 мал, 1000 мал болса, болар 50. Онда үстінен пайда тиер еді. Ол адамдардың жері бар, шөбі бар, басқасы бар. Ал енді 5 қой, 3 қой, 10 қой сатып алып, оны семіртіп, оны қайтадан сатам дегеннің көп жөні жоқ. Неге десеңіз, жем де, шөп де қымбат. Оның пейнеті өз алдына. Ал бірақ енді қазақ малға жақын ғой. Қазақ малға жақын. Жаны мал. Қазақты жылқы, жылқыны қазақ дейді. Сондықтан да сол малға жақын болғаннан кейін өзінің ата кәсібі бәрі де сол малға айналып келе береді. Еңбек түбі зейнет дейді. Мынау еңбексіз оңай дүние алынама, тау кезіп қазбай алтын табылама. Тұлпар боп мыңнан озып жүлдалмаса, жүйрікте белге аты танылама, артында өнегелі із қалмаса, тарихта ердің аты жазылама дейді. Қай кәсіп болсын, соны сүйген адам, тер төгіп, жеркенбей еңбек еткен адам, содан нәпақа бала шағасын асырайды. Ал енді кейінгі жастар малға атаның ауылдың тәрбиесін көрген балалар болмаса, қазір малды көп адам танымайды. Ал енді шаруаның балдары қаймал өкпе, қаймал айналма, қаймал бауыр құрт, оның барлығын шаруаның балдары біледі да, олар көп жаңыла бермейді. Міне сол кішкене 5 тиын 10 тиынды көбірек табатын сол жаңағы малды танитын балдар. Ал енді мына жердегі 1000 адам жүр, 1000 адамның 500 малды танымайды. Әшейін сарымен ағынменен жүр. Ал енді базар халықтың күнкөрісі ғой. Халықтың күнкөрісі бәрі қымбатшылық болып кетті. Қазір базарда 2300, 2200, 2400, жылқының бағасы 2500. Ал енді ет сондай екен деп базарда сата алмайсың оны. Неге десем, ол базар. Мына жерден дәу 30 кило етті есептеп жіберіп 2300-ден пәлен соң, оны олай емес. Оны алған адам, оның басын, сирағын, шек қарын пайда көреді. Оның қанын пайда көреді. Құран оқытуды соны пайда көреді. Әйтпесе ол оңай жерде. Олары 50 көке. Оңай жерде мал жоқ. Ал енді сен осында еңбек етіп жатсың, еңбегін жансын, тақ көр, шадыман шат көр, бақ көр, өсібін көгір. Рахмат көке. Жүзін түсіруді қаламат көкім, сондықтан көкемізді қолын аламыз да ары қарай жүре береміз. 1,5 жасар қоя, көктемде 2 кетіп алады негізі. 80 мың теңгеге алып та бүйірсін. Сойуға ма бұл?